Маңғыстау облысында жол апатынан қаза болған марқұмның туыстары полицейлер істі дұрыс тергемей жатыр деп шағымданды. Айтуларынша жол апатына кінәлі. Көліктің алдынан шыққан түйенің иесімен қарама-қарсы бағытта жарық шамын сығыр айтпаған жүргізушісін әлі таппаған. Ал полиция департаменті болса аталған факті бойынша қылмыстық іс қозғалып, тергеу амалдары жүргізіліп жатқанын хабарлады. Жан түршігерлік жол апаты 11 қыркүйек таңғы сағат 6:15-те Ақтау Жаңаөзен тас жолында болған. Кия көлігінің жүргізушісі қара жолдың қақ ортасына жүгіріп шыққан түйеге соғылған. Тізгіндегі 24 жастағы жігіт 6 күн жатып көз жұмған. Марқұмның туыстары жол апатына қарсы бағытта жарығын шақырайтып жағып келе жатқан көлік кінәлі дейді. Өйткені шағылысқан жарықтан марқұм жолға шыққан түйені байқамай қалыпты. Содан бері бір айға жуық уақыт өтсе де іс алға жылжымай отыр дейді марқұмның туыстары. Мен больницаның алдында інім соққан кезде бір аптадай жаттым. Маған ешкім, тергеушіден ешкім келген жоқ хабарласып. Не болып атқан, қандай жағдай болып атқан сұрап білу керек оларда. Қалай болды, түйенің есі. Олар вообще ешқандай келген жоқ, бір аптадай больницада болды мен. Іс қалай болып атқанын білмеймін енді. Полиция қызметкерлері де бұл істің анық-қанығына жетіп, маған інімді тауып беруін, түйенің иесін тауып беруін, және де встречный машин тауып беруін соны талап етем. Ал тәртіп сақшылары әлі күнге дейін жол апатына кінәлілерді таппай жатырмыз дейді. Айтуларынша аталған іс бойынша тергеу жүріп жатыр екен. Барлығын анықтаған соң хабарлап айтамыз деп отыр. Қарсы бағыттан қарқынды жарықпен келе жатқан автокөлік жүргізушісі мен малдың иесін анықтау бойынша тиісті тергеу амалдары жүргізілуде. Жануарда ешқандай танба белгілер болмағандықтан жануардың иесін анықтау мүмкін емес болып жатыр. Жануарда құлаққа тағатын белгі де анықтауға арналған өзге де белгілер мен жазулар болған жоқ. Алайда оны анықтау бойынша іздеу жұмыстары жалғасуда. Марқұмның туыстарына тергеу аяқталғанша күтуден басқа амал жоқ. Себебі істің қанша уақытқа созылатыны белгісіз. Жалпы ресми дерек бойынша жыл басынан бері Маңғыстау облысында жануардың кесірінен 11 жол апаты болған. 9 адам ажал құшып, 19-ы әртүрлі дене жарақатын алған екен. Жолға жауаптылар көлік жүретін жерді қоршап, апатты болдырмау мақсатында барымызды салып жатырмыз дейді. Маңғыстау облысы бойынша общий қойылғаны 13 километр проволочное ограждение. Сосын 5 километр электропастух қойылды. Ақтау Жаңаөзенге электропастух 5 километр полный Ақтау Жаңаөзенге қойылды. Содан ограждение 9 километр, 5 километр осы Маңғыстау, Жетібай Жаңаөзенде. Жалпы алдағы уақытта облыстағы барлық тас жол бойына жан-жануар өтпейтіндей қоршау қою жоспарда бар. Қаржыға байланысты барлығы кезең-кезеңмен іске асырылады дейді жауаптылар. Айман Нұрмағамбет, Бейбіт Арғынбаев, КТК, Маңғыстау облысынан. Алматыда тұрғындар